2017 жылдан бастап нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылмақ. Бүгін осы бағдарламаның өңірде жүзеге асырылу жайы Ақтөбе политехникалық колледжінде өткен жиында айтылды. Шараға облыс әкімінің орынбасары Асқар Шерязданов, аудандық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдердің басшылары мен оқу орындарының директорлары қатысты. Бағдарлама жұмыссыз жүрген азаматтарды қайта даярлық курстарына өткізу, жаппай кәсіпкерлікті дамыту, халықты жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу сынды бағыттар бойынша жүзеге асырылады. Бағдарлама аясында биыл 3247 адам оқытумен қамтылады. Кәсіптік оқытуға 1085 адам қабылданады. 708 адам қайта даярлау курсынан өтсе, 1454 адам кәсіпкерлік негіздеріне оқытылады. Ал бизнесті бастау жобасы бойынша 231 адам несие аламын деп отыр. Жастар практикасына 2140 адам жіберіледі деп күтілуде. 9 жасқа дейінгі жастар және халықпен жұмыспен қамту орталықтарының тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар және өзін жұмыспен қамтығандар тартылатын болады. Қысқа мерзімді кәсіптік оқытудан өтетін бағдарламаға қатысушылар оқуына ақы төлеу бойынша мемлекеттік қолдаумен, стипендиямен, жол жүру ақысымен қамтамасыз етілетін.